Баршаңызға сәлем. Бүгін алмадан сондай дәмді компот дайындаймыз. Мен барлық алманы жақсылап жуып, кесеге өлшеп аламын. Әр банкаға салып шығатын алманы көзбен өлшеп аламын. Барлық банка зарарсыздандырылған. Әрбір 2 литрлік банкаға осыншама алманы салып шығамын. Мен банкаларды духовкада зарарсыздандырамын. Температураны 120 градусқа қойып, 20-30 минут ұстап аламын. Барлық банкаларға өлшеп салып шығамыз. Осы жылы Павлодарлық алмаларды сатып алдым. Сондай қышқыл тәтті. Шірік және солған алмаларды қоспаймын. Оларды тазалап, джем немесе тосап қайнатамын. Әр банкаға қайнаған судан аз-аздап құйып шығамын. Суды аз ғана құямын. Банка жылынып алуы керек. Әйтпесе сынып кету қаупі бар. Ыстық суда 10-15 минут тұрады. Сол кезде алмалар зарарсызданады. Ыстық суды құйған кезде өте абай болу керек. Он 15 минуттан кейін суды қайта үлкен ысқа құйып аламын. 1 литрге 1 кесе қантты есептеп, сиропқа қосып қайнатып аламын. Қант міндетті түрде еру керек. Осылай араластырып, ерітіп аламыз. Қантты таразымен өлшемеймін. Кеседен сәл асырып саламын. Дайын сиропты банкаға қайта құйып шығамын. Байқасаңыздар, сироптың түсі өзгерген, яғни алманың түсі шығып жатыр. Банканы осындай жапқышпен жауып шығамын. Бұл былтырғы компот. Дәмі сондай дәмді. Осындай компоттардың дәмі суға сіңіп тұрады, өте ерекше болады. Дайын банкаларды төмен қаратып тізіп қоямын. Осы рецептпен дайындалған алма компоты керемет шығады. Осы жолы алмадан 20 банка жаптым.